Сіздермен оқыған кітаптарымның ішіндегі ең ерекше ұнап, терең ой салған шығарманың бірімен бөліскім келіп отыр. Жүсіпбек Аймауытовтың ең танымал туындыларының бірі Ақбілек романы өмірден алынған оқиғалар есінде жазылған. Ақбілек романы қазақ халқының азамат соғысы тұсында басынан өткерген қиын қыстау кезеңдері мен қазақ аруларының ауыр тағдырлары жайлы сөз етіледі. Авторы басты кейіпкер Ақбілектің өмірі арқылы қиын қыстау кезеңдегі халықтың басына түскен қайғы-қасіреттің қыр-сырын толық ашуға ұмтылады. Шығармадағы басты кейіпкер аяулы әке мен ананың алдында ерке болып өскен Ақбілек өмірін түстері суық, ойлары теріс, жүрістері суыт 4 адам бұзғанды. Атақты Мамырбай байдың шаңырағын осы 4 атты орыс солдаттары ортасына түсірді. Бәйбішесін өлтіріп, қызын алып кетті. Ұзатылғалы отырған бойжеткен Ақбілек тыйым көрмеген аш бөрілердің олжасына айналды. Толау тонау, кісі өлімі, төгілген ар, өртенген ауыл. Бұдан кейінгі Ақбілектің өмірін, көрген зорлығын ешкімде дұшпанына тілемес. Отбасынан алыстап, байлығын тонатып, жанын шүберекке тиген, тілі, діні бөлек орыс, ақ солдаттары Ақбілекті жабылып қорламақты болады. Осы кезде оны қара мұртты офицер құтқарып қалып, оны өзінің әйелі етеді. Біраз күннен соң Ақбілек тәні кірлеп, жаны жүдеп көшкен орыстың жұртында жалғыз қалады. Тиген, тілі, діні бөлек орыс, ақ солдаттары Ақбілекті жабылып қорламақты болады. Осы кезде оны қара мұртты офицер құтқарып қалып, оны өзінің әйелі етеді. Біраз күннен соң Ақбілек тәні кірлеп, жаны жүдеп көшкен орыстың жұртында жалғыз қалады. Ақбілек көрген қиындық мұнымен біткен жоқ. Бұдан соң біз Ақбілекті қосын қоршаған аш қасқырлардың қамауында қалғанын көреміз. Осы кезде Ақбілек тез ес жиып, дереу от басындағы тезекті шөпшекті тұтатып жағып жібереді. Ақбілек от тәңірге сыйынып, таң атқанша маздатып, от жағып, жаны аман қалады. Бірақ ауылына келген соң ел арасындағы өсек аяң, әкесінің өзінен қашқақтап жүруі, бұрынғы ғашығы Бекболаттың сырт айналуы жан жарасын одан сайын қоздырады. Ел көзіне көріне алмай күлкі болған Ақбілек қалаға барып, білім алып, адам қатарына қосылып жар табады, бақытты өмірге қадам басады. Міне, Ақбілек романының бүкіл тақырыбы мен идеясы осындай. Оқу барысында түрлі эмоциялар мен сезімдерге беріліп, кейіпкерлердің жан дүниесін түсініп, халықтың басынан өткен оқиғаларды көз алдыңа елестетіп, терең ойға батасың. Мұның өзі автордың тіл шеберлігін, шығармашылығымен ерекше ой толғауын көрсетеді. Бұл тәрбиелік мәні зор, ұлттық тарихымыз бен мүддеміздің айқын көрінісін дәлелдейтін шығарма болғандықтан, әрқайсыңызға оқуға кеңес беремін. Ақбілек романы сіздердің көңілдеріңізден шығып, өмірге деген көзқарастарыңызды жақсы жаққа өзгертіп, жүректеріңізден ерекше бір орын табады деген үміттемін.